Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасы су ресурстары және ирригация министрі Нұржігітовке, Атырау облысының әкімі Шапкенов мырзаларға арналады. Құрметті Нұржан Молдиярұлы, депутаттық сауалым Атырау облысының Исатай ауданында орналасқан Бақсай, Нарын және сборный суару арналарының техникалық жағдайын жақсарту және суармалы егіншілікті дамыту қажеттілігіне байланысты жолданып отыр. Облыс аумағында 3,2 миллион гектардан астам ауыл шаруашылық жерлері бар. Алайда нақты пайдаланылып жатқан суармалы жер көлемі небәрі 5321 гектарды құрайды. Бұл жалпы әлеуеттің 33%-нан төмен. Негізгі себеп су шаруашылығы инфрақұрылымының тозуы, су арналарындағы өткізгіштік қабілеттің төмендеуі, механикалық тазарту жұмыстарының жүйелі түрде жүргізілмеуі, автоматтандыру деңгейінің төмендігі және білікті кадрлардың жетіспеушілігі. Бұл мәселелер судың мақсаты тұтынушыға жетпей ысырап болуына әкеліп соқтыруда. Атап айтқанда, аталған су арналары тереңдету, түбін тазарту, жағалауларын нығайту, су реттегіш құрылғыларын жаңарту және күрделі жөндеу жұмыстарын қажет етеді. Лай, балдыр, қамыс пен басқа бөгеттердің жиналуы нәтижесінде су айналымы бұзылып, ауыл шаруашылық жерлерін сумен қамту мүмкіндігі шектеліп отыр. Бұл жағдай Аққыстау, Жамбай, Зинеден және басқа да ауылдардағы егіншілік пен мал шаруашылығының дамуына кері әсерін тигізуде. Аталған су арналары осы өңірлердің әлеуметтік экономикалық өмірінің өзегі болып табылады. Уақытылы шешім қабылданбаса, бұл мәселе ауыл тұрғындарының әлеуметтік жағдайының нашарлауына және көші-қон үдерісінің күшеюіне себеп болуы мүмкін. Осыған байланысты төмендегідей нақты шараларды іске асыруды ұсынамыз. Бірінші, суармалы арналарды қалпына келтіру бойынша кешенді техникалық экономикалық негіздеме дайындау. Екінші, мемлекеттік жекеменшік әріптестік тетіктерін қолдана отырып, су үнемдеу технологияларын тамшылатып және жаңбырлатып суару енгізу. Үшінші, қосымша су жинақтаушы қоймаларды салу және су тасқыны кезінде суды тиімді пайдалану жүйесін құру. Төртінші, су арналарының бойындағы инженерлік инфрақұрылымды цифрландыру және автоматтандыру. Бесінші, су шаруашылық саласындағы кадрлық әлеуетті арттыру және мамандар даярлау жүйесін жетілдіру. Енді келесі құрметті Серік Жамбылұлы. Айта кету керек, өңірдегі ауылдық жерлерде барлық әлеуметтік тұрмысы жағдайы тиісті деңгейде жасалынып жатыр. Болған мәселелер кезегімен өз шешімін тауып та жатыр. Дегенмен де Исатай ауданына қарасты шалғай жатқан Қызыл үй және Жасқайрат елді мекендері тұрғындарының осы ауылдарға баратын жолдың жағдайына және халыққа уақытылы медициналық жедел жәрдем көрсетуге қатысты көтеріп жатқан мәселелер бар. Осыған байланысты келесі ұсыныстарды қарастырып шешуді ұсынамыз. Бірінші, Исатай ауданынан Қызыл үй және Жасқайрат ауылдарына баратын ауыл аралық автомобиль жолдарын салуды қолға алу. Екінші, Қызыл үй және Жасқайрат ауылдары тұрғындарына медициналық көмек көрсету үшін арнайы жедел жәрдем көлігімен қамтамасыз ету. Осы аталған шаралар ауыл шаруашылығы өндірісін дамытуға, жаңа жұмыс орындарын ашуға, су ресурстарын тиімді пайдалануға және ауыл тұрғындарының тұрмыс сапасын жақсартуға септігін тигізетіні сөзсіз. Құрметпен ауыл партиясы фракциясының депутаттары және аграрлық мәселелер жөніндегі комитет мүшелері. Рахмет.